Сиыр еті бұл қосымша тамақтану басталған кезде нәрестелер диетасына енгізілген ет түрлерінің бірі. Сиыр етінің сорпасы ауыр сырқаттан кейін ең жақсы құрал. Еттің бұл түрі көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Бірақ сонымен қатар бірқатар қарсы көрсеткіштер де бар. Барлығын дәл қазір біліп алыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Соңында сиыр етін таңдау мен дайындауға арналған 10 кеңес. Сиыр еті бұл калория мөлшері аз және көптеген қоректік заттардан тұратын еттің керемет түрі. Оны диетаға, спортшыларға және диетаны ұстанатын немесе иммунитетімен проблемалары бар кез келген адамға енгізуге ұсынылады. Сиырдың 3 түрі бар. Жоғары, бірінші және екінші. Ең жоғарғы сорты бұл сироп, артқы және кеудеден алынған ет. Әдетте бұл ең шырынды және ең аз талшық. Бірінші сорт мойыннан қапталған иық пен иықтан алынған ет. Екінші дәреже алдыңғы және артқы жіліншік кесілген. Олар бір-бірінен дәмімен, ет құрылымымен ең жоғарғы сорт, ең нәзік. Сиыр еті жануарлардың тұқымымен де ерекшеленеді. Мраморлы сиыр еті бүкіл әлемде бағаланады. Бұл шын мәнінде мәрмәр тасқа ұқсайтын нағыз нәзіктік. Бұл әсер майдың жұқа қабаттарымен жасалады. Ол пісірілген кезде етті таңғаларлық шырынды және нәзік еті. Сиыр етінің құрамы калория мөлшері 106 кал. Протеиндер 20-да 2 грамм. Май 2-де 8 грамм. Көмірсулар жоқ. Диеталық талшық жоқ. Су 76 грамм. Сиыр еті жұмсақ ет, витаминдер мен минералдарға бай. В2 дәрумені 12-де 8%. Холейн 14%. В5 дәрумені 12%. В6 дәрумені 21%. В12 дәрумені 100%. Калий 13-де 7%. Фосфор 26-де 4%. Темір 13-де 9%. Мыс 18-де 2%. Хром 16-да 4%. Мырыш 27%. Сиыр етінің ағзаға пайдасы. Төмен калориялы және жоғарғы тағамдық құндылығы ұзақ аурудан кейін оңай сіңеді. Операциядан кейін кезеңде жеңілдетеді. Майдың төмен мөлшері бауырға, бүйрекке және жүрек қан тамыр жүйесіне минималды стресс. Метаболизмді жылдамдатады. Диета ұстағандар үшін керемет. Жеңіл сіңімді ақуыз жас балалар және қарттарға пайдалы. Пайдалы элементтердің бірегей жиынтығы жүйке жүйесін нығайтады, ұйқыны жақсартады, ұйқысыздықты жеңілдетеді, мидың жұмысын ынталандырады. Е дәрумені жастық пен сұлулықты сақтауға көмектеседі. Темір табиғи түрінде қан түзілуіне ықпал етеді. Анемиямен, тез шаршаумен, әлсіздікпен, төмен тиімділікпен күреседі. Дәрумендердің тіркесімі тістерді, тырнақтарды, шашты, теріні нығайтады, иммунитетті жақсартады. Сиыр етін үнемі, бірақ шамадан тыс тұтыну жаман холестеринді жоюға көмектеседі. Қан тамырларын күшейтеді және атеросклероздың тамаша алдын алады. Сиыр етінің ер адамдарға пайдасы. Майдың толық жоқтығымен сиыр етінің жоғары тағамдық құндылығы оның спортпен белсенді айналысатын ер адамдар үшін таптырмайтын өнім етеді. Бұл ет құрамындағы темір, амин қышқылдары, мырыш жасушалардың оттегімен байытылуына, тестостерон деңгейінің жоғарылауына және потенциалдың жоғарылауына ықпал етеді. Сиыр етінің әйелдер үшін пайдасы. Еттің басқа түрлеріне қарағанда сиыр етінің басты артықшылығы әрине оның калориясының төмендігі. Диета ұстағандар үшін өте қолайлы. Сонымен қатар сиыр етінде шаштың, тырнақтың және терінің саулығын сақтауға көмектеседі. Амин қышқылдарының, витаминдердің, микро және микроэлементтердің жиынтығы бар. Құрамында темірдің көп мөлшері жүктілік кезінде анемияны болдырмауға көмектеседі және босанғаннан кейін қалпына келу үшін қажет. Сиыр етінің жасалған тағамдарды емізу кезінде диеталық шектеулері бар аналар да жей алады.
Сиыр етінің балаларға пайдасы. Пісірілген немесе қайнатылған сиыр еті балалар мәзірінің негізі болып табылады. Құрамында жеңіл сіңімді ақуыз, бұл тіндер үшін ең жақсы құрылыс материалы. А дәрумені көздің бұлшық еттерін нығайтуға көмектеседі. Рахеттен аулақ болу үшін фосфор мен кальций пайдалы. Сонымен қатар бұл етінің жоғары тағамдық құндылығы кішкентайларды тез және дұрыс тамақтандыруға көмектеседі. Сиыр еті әсіресе дұрыс өсірілген жануарлардан алынған үш маңызды артықшылығы бар. Ол аллергия тудырмайды, тез қанықтырады және адам ағзасына қажетті барлық элементтерге бай. Сиыр етінің тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын. Рахмет.